Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында гонфан дайындайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің дұрыс емес жасап жатқанымды көрсеңіздер, астына пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Мен өз үй жағдайымда дайындау тәсілін сіздермен бөліскім келді. Ең бірінші күрішімізді жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін осылай ыстық су құйып мультиваркамызға дайындап аламыз. Дәміне қарай тұз және бір ас қасық сұйық май құйып дайын болғанша пісіреміз. Күрішіміз дайын болғанша осылай барлық көксөкті көкөністерді бөліп турап аламыз. Менде бүгін сиырдың еті емес, менде жылқының еті. Етті өз қалауыңызша формада турасаңыз болады. Мен кубиктап турадым. Мариновка жасаймыз. Үстіне соя тұздығын, сұйық май, тұз, паприка және картоп крахмалын саламыз. Картоп крахмалының орнына жүгері крахмалын қоссаңыздар да болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай 15 минутқа 20 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін ысып тұрған, қызып тұрған майымызға етімізді салып бұқтырамыз. Содан кейін артынша пиязымызды, сарымсағымызды салып, үстіне қызанақ саламыз. Қызанақтың өзінің соғын беріп, бұқтырылып жатқан кезде үстіне сәбіз, картоп, редьканы осылай салып, отты баяу отқа басып, бетін жауып, бұқтырып пісіреміз. Оған дейін міне күрішіміз де дайын болып қалды. Міне соңында тәтті бұрыштарды саламыз, әйтпесе езіліп кетеді. Көп пісіріп жібермеңіздер. Менің кішкене қателігім, қатты пісіріп жібердім. Осылай міне қызанақтың өзінің соғын беріп, бұқтырылып әдемі болады. Содан кейін көп су құймаймыз. Үстіне сәл осындай көрініп тұратындай су құйып пісіреміз. Осы кезде дәмін көріңіздер. Егер де тұз аз болса, тұзын, паприкасын, қарабұрышын сеуіп жіберсеңіздер болады. Міне пияланың ішін кішкене тастай сумен жуып жіберіп, осылай күрішті аунатып алдым. Шетіне осылай сәндеп саласыздар. Ас болсын, сіздермен болған Майраның асханасы.